Бүгін көпшілікті мазалайтын сұраққа жауап беретін боламын. Ол әртүрлі көлемдегі жедел жадыны орнатса болады ма? Орнатқаннан кейін жылдамдыққа кері әсері бар ма? Бұны бірге байқап көретін боламыз. Бұл маған да қызық. Жедел жадыны сатып алар кезде маған да осы қызық болды. Интернеттен іздеп, бірақ бұл туралы видео таба алмадым. Бүгінгі күнге процессорде орнатылған Azu менде Kingston Fury Regenerate 32 гигабайттық, частотасы 6000 Гц. Қазіргі сатып алғаным 48 гигабайттық 6000 Гц Kingston Fury Regenerate. Екеуі де бірдей фирма, техникалық сипаттамасы екеуінде де бірдей, тек айырмашылық көлемінде ғана. Бірі 32 гигабайт болса, бірі 48 гигабайт. Енді CPU-Z бағдарламасын ашып көрсетейін. CPU-Z бағдарламасында көрсетілген нәтижелердің барлығын жаттап алыңыздар. Мына жерде байқап тұрсаңыздар, жұмыс жасап тұрған частотасы көрсетілген. Сіздердің уақыттарыңызды алмайын деп, айда 64 бағдарламасында сынақ жүргізіп қойдым. Сынақтың нәтижесі көріп тұрғандарыңыздай барлығы мына жерде тұр. Процессорде Intel Core i5-14600KF микропроцессоры, Asus TUF Gaming B760M Plus Wi-Fi 2 аналық платасы орнатылған. Енді 48 гигабайттық жедел жадыны орнатып, тура осылай айда 64 бағдарламасында сынақ жүргізіп, сіздерге нәтижесін көрсететін боламын. 48 гигабайттық жедел жады орнатылды. Айда 64 бағдарламасында сынақ жүргізіліп, нәтижесі міне алдарыңызда тұр. Мынау алдында 32 гигабайт салған кездегі сынақ нәтижесі, мынау 48 гигабайт қосылғаннан кейінгі нәтиже. Мына жерде байқасаңыздар, міне 32 гигабайтта 47 мың болса, қосылғаннан кейін 86 мың. Жазуда да сондай. 43 мың болса, мына жақта 85 мың. Енді бұлай төмен қарай қарасаңыздар, міне алдында 32 гигабайт кезінде частотасы 2992 болған. Қазір 80 гигабайт болған кездегі частотаны қарасаңыздар, дәл сол күйі. Ешқандай өзгеріс болмаған. Енді келесі айда 64-те мына жақтан да көрсетейін сіздерге. Мына жерде байқасаңыздар, эффективная частотада 5985 тұр. Реальная частотада 2993 мегагерц тұр. 32 гигада да осындай болған. Бұл да ешқандай өзгеріссіз қалды. CPU-Z бағдарламасында көрсетейін енді сіздерге. Алдында мына жерде байқасаңыздар, 32 гигабайт орнатылған. Қазір 32 мен 48 қосылып 80 гигабайт болып тұр. Нәтижеде ешқандай өзгеріс жоқ. Барлығы бірдей. Мына жерде 2992, мына жерде де частота 2992. Мына жерде 48 гигабайттық тұр. Бұл дегеніміз әртүрлі көлемдегі жедел жадыны орнатуға болады деген сөз. Ешқандай скоростың түскенін, частотаның түскенін ешқандай байқамадым. Естеріңізде болса, видеоның басында айтып өткен болатынмын. Менің компьютеріме орнатылған жедел жадының фирмасы да, техникалық сипаттамасы да бірдей. Тек көлемінде ғана өзгешелік бар. Біреуі 32 гига, біреуі 48 гига. Бұндай кезде ешқандай қорықпай орната берсеңіздер болады. Ал егер фирмасы бөлек, частотасы бөлек, таймингі бөлек болатын болса, онда ол жағын сіздерге дәл айта алмаймын, қандай нәтиже болатынын. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер.